Сөйлейтін балмұздақтың арманы. Ерте ертеде емес, дәл қазіргі заманда тәтті әлем атты ерекше балмұздақ дүкені болыпты. Күндіз бұл дүкенге балалар мәз болып кіріп, өздерінің сүйікті балмұздақтарын таңдап алатын. Ал күтін ортасы болғанда дүкенде ешкім білмейтін ғажайып басталатын. Сағат тілі тура 12-ні соққанда мұздатқыштың есігі сәл ғана сықырлап ашылып, ішіндегі балмұздақтар тіріліп кететін. Күн бойы тоңып тұрдым, деп керілді шоколад балмұздақ Шоко. Ал мен, бүгін 10 бала маған қарап, бірақ сатып алмады деді, деп ренжіді ванилин балмұздақ аққаймақ. Ертең бірінші болып мен алады, өйткені мен ең қышқыл әрі ең көңілді балмұздақпын, деп секірді лимон балмұздақ. Леми, сен өзіңді көп мақтайсың, деп күлді көкжидек балмұздақ көкше. Осы кезде бұрышта үнсіз отырған Құлпынай балмұздақ балқаймаққа бәрі қарады. Балқаймақ, сен неге үндемейсің? Деді Шоко. Мен ойланып отырмын. Нені? Мен балаларды жай ғана тойдырғым келмейді. Мен олардың жүзін күлкіге толтырғым келеді. Барлығы ду күлді. Бізді бәрібір жеп қояды. Балмұздақтың арманы болады екен ғой. Ертеңге дейінде өмір сүреміз. Балқаймақ күлімсіреп, қысқа өмір сүрсек те біреуге қуаныш сыйлай аламыз ғой, деді. Осы сөзден кейін мұздатқыштың іші жарқырап кетті. Ақшыл көгілдір сәуле төгіліп, мұз қиыршықтары ауада билей бастады. Бұл не? Жер сілкінді ме? Жоқ, деді ақылды эскимо. Балмұздақ қарт эскимо. Бұл ежелгі мұз перісінің белгісі. Сәуленің арасынан аппақ қанатты сиқырлы мұз перісі көрінді. Сәлем, тәтті достар. Барлығы бірден еліп сәлем берді. Балқаймақ, сенің жүрегіндегі арманды естідім. Егер үш шынайы жақсылық жасай алсан, сенің арманың орындалады. Бірақ мен қалай? Жүрегі мейірімді адамдарға әрқашан жол табылады. Сол сәтте дүкеннің есігі ашылды. Кішкентай Айли әкесімен бірге келді. Әке, дәл анау Құлпынай балмұздақты алайықшы. Жарайды, балам. Балқаймақтың жүрегі қуаныштан дүрсілдеп кетті. Достар, мен жолға шықтым. Сәт сапар, бізді ұмытпа. Арманың орындалсын. Балқаймақ алғаш рет мұздатқыштан сыртқа шықты. Көшеде бәрі оған таңсық көрінді. Күннің жылы сәулесі, құстардың сайраған, балалардың күлкісі, неткен әдемі әлем, деп таңғалды ол. Бірақ күннің ыстығы оның шеттерін ерте бастады. Ай, уақыт аз екен. Әли саябаққа келгенде, орындықтың жанында кішкентай қыз жылап отырғанын көрді. Саған не болды? Деп сұрады Әли. Менің сүйікті қуыршағым жоғалып кетті. Балқаймақ ақырын ғана сыбырлады. Әли әткеншектің астына қара. Әли жүгіріп барып қараса, қуыршақ дәл сол жерде жатыр екен. Міне, қыздың жүзі жайнап сала берді. Рахмет, ол қуыршағын құшақтап, қуаныштан секіріп кетті. Сол сәтте аспанда кішкентай қара ұшқыны жарқ етті. Бірінші жақсылық орындалды, деді. Ең сыбыр естілді. Ал Балқаймақ болса, тағы екі жақсылық қалды. Мен міндетті түрде арманыма жетемін, деп күлімсіреді. Балқаймақ бірінші жақсылығын жасағанына қатты қуанды. Тағы екі жақсылық қалды, деді. Ол өзіне,
Әли саябақтың ішіне қарай жүре берді. Ағаштардың көлеңкесінде балалар асыр салып ойнап жүр екен. Біреулері доп теуіп, біреулері велосипед айдап, енді біреулері сабын көпіршіктерін ұшырып мәз. Сол кезде ағаш басынан біреу «Әй, төмен қараңдар!» деп айқайлады. Бұл күлдіргі шыртыл атты сөйлейтін шегіртке еді. «Мен әлемдегі ең жақсы әншімін» деп шырылдай жөнелді. «Сенің даусыңнан құлағым тоңып кетті» деп күліп жіберді Балқаймақ. «Ал сен кімсің?» «Мен Балқаймақпын. Арманымды орындауға бара жатырмын». «Онда мен де барамын». Жалғыз жүрген қызық емес. Олар сөйлесіп келе жатқанда аяқ астынан қара көлеңке зу етіп өте шықты. «Стандар, стандар!» деп айқайлады бір қыз. Қолындағы түрлі түсті шарлар аспанға ұшып бара жатты. «Не болды?» деді Әли. «Қара мысық келіп, мені шошытып жіберді». Шалбардың жібі қолымнан шығып кетті. Осы кезде ағаштың бұтағында отырған қара мысық қарқылдап күлді. «Ха-ха-ха! Мен әзілдедім ғой, бұл әзіл емес» деді Балқаймақ. «Онда ұстап көр». Мысық биік ағашқа секіріп шығып кетті. «Қуайық» деді шыртыл. Әли шарлардың соңынан жүгірді, бірақ олар тым жоғары көтеріліп бара жатты. Сол сәтте көктен көгершіндер ұшып келді. «Біз көмектесеміз» деді. Олардың үлкені көгершіндер жіптерді тұмсықтарымен іліп алып, шарларды төмен түсірді. Қыз қуанып: «Рахмет, рахмет сендерге». Осы кезде тағы да көк аспанда қара ұшқыны жарқ етті. Екінші жақсылық орындалды. Балқаймақ қуанып кетті. Енді соңғы жақсылық қалды. Бірақ дәл осы сәтте күн бұрынғыдан да ысып кетті. «Ойбай, еріп барамын». Бетінен тәтті тамшылар сырғи бастады. «Балқаймақ» деді шыртыл қорқып, «сен кішірейіп барасың». «Ештеңе етпейді, арманымды аяқтауым керек». Олар орман шетіне жеткенде әлсіз қыңсылаған дыбыс естілді. «Тыңдаңдаршы, бұтаның арасында кішкентай ақ күшік жатыр екен. Аяғына тікен кіріп кеткендіктен жүре алмай қалыпты». «Байғұс-ай», деді Әли. Балқаймақ сыбырлады. «Алдымен аяғындағы тікенді ал». Әли абайлап тікенді суырып алды. Күшік орнынан тұрды, бірақ шөлдеп тұрған еді. Балқаймақ ойланып қалды. «Егер өзімді құрбан етсем, соңғы жақсылық орындалады». Ол еш ойланбастан салқын тәтті тамшыларын күшікті алдына ағызды. Күшік су орнына сол тәтті тамшыларды жалап, бірден сергіп кетті. Қуанып Әлидің айналасында секіріп жүре бастады. Ал Балқаймақтың өзі күннен күнге кішірейіп бара жатты. «Балқаймақ жоқ» деп жылады шыртыл. «Уайымдама, егер біреуге көмектесе алсам, мен бақыттымын». Дәл сол кезде алыстан қара мысық бәрін көріп тұрды. Ол басын төмен түсірді. «Мен бәрін тек ойын деп ойлаппын, ал сен өзіңді құрбан еттің». Мысық алғаш рет жасаған ісіне өкінді. Кенет аспанды күміс бұлттар жауып, суық самал жел соқты. Айналаны жарқыраған ақ сәуле нұрланды. Ақ сәуле бүкіл саябақты нұрға бөледі. Жел бір сәтке тоқтап, ағаштардың жапырақтары сыбдырын доғарды. Балалар таңырқап айналасына қарады. Сол кезде аспаннан ақ мамықтай жеңіл қар ұшқындары баяу қалықтап түсе бастады. «Қараңдар, жазда қар жауып тұр» деп таңғалды Әли. Жарқыраған сәуленің арасынан аппақ көйлегі күндей құлпырған сиқырлы мұз перісі көрінді. «Балқаймақ, сен сынақтан өттің» деді ол жылы жымиып. «Бірақ мен еріп кеттім ғой» деп әлсіз дауыспен сыбырлады Балқаймақ. «Жоқ, сен еріген жоқсың, сен мейірімділігіңді өзгелерге сыйладың. Нағыз сиқыр дәл осындай жүректе болады». Пері күміс таяғын көкке көтерді. «Мұз тамшысы, қуаныш сәулесі, мейірім күші, бірігіңдер». Кенет Балқаймақтан тамған тәтті тамшылар
аспанға көтеріліп, жарқыраған жұлдыздарға айналдым. Жұлдыздар қайтадан төмен қонып, балқаймақтың айналасында айнала бастады. Бір сәтте жарық балқаймақ бұрынғыдан да әдемі болып қайта пайда болды. Оның үстінде кемпір қосақты түрлі түсті тәтті ұнтақтар жарқырап тұрды. Басындағы шие бұрынғыдан да қызыл болып жайнап кеткен. «Ура!» деп балалар қол соқты. Шыртыл шегіртке қуаныштан секіріп, «Мен айттым ғой, нағыз батыр балқаймақ!» Дәл сол кезден қара мысық ақырын ғана алға шықты. Басы салбырап тұр. «Балқаймақ, я, мені кешірші. Мен үнемі жұртты күлдіремін деп ойлайтынмын, бірақ кейде біреуді ренжітіп жүргенімді байқамаппын». Балқаймақ күлімсіреп, қателігін түсінген адам жақсы адам болуға бір қадам жақындайды. Қара мысықтың көзіне жас келді. «Ендеше бүгіннен бастап мен де жақсылық жасаймын. Біз де көмектесеміз», деді көгершіндер. «Біз де», деді тиындар. «Біз де», деді деп құстар сайрады. Сол күні саябақта үлкен мереке ұйымдастырылды. Әли мен балалар түрлі түсті жалаушылар іліп, үстелдер қойды. Қарт ескимо атаның кеңесімен дүкен иесі балаларға тегін балмұздақ таратты. Шока көңілді ән айтты. Аққаймақ балалармен би биледі. Леми лимонның қабығынан сырғанақ жасап, бәрін күлкіге қарқ қылдым. Шыртыл болса өзін дирижер санап, 1-2-3 күміс бас салсын деп ән салдырды. Тіпті бұрын тентек болған қара мысық кішкентай күшікті арқасына мінгізіп саябақты аралатып шықты. Балалар мәз мейрам болды. Күн бата бергенде мыс перісі балқаймаққа жақындады. «Саған сыйлығым бар. Қандай? Бұдан былай сен жай ғана балмұздақ болмайсың». Пері балқаймақтың жүрегіне кішкентай жарқыраған қар ұшқынын қондырды. «Бұл мейірім мұзы. Енді сені көрген әр бала бір жақсы іс жасауға талпынады. Сонда мен бәріне көмектесе аламын ба?» «Я, бірақ есінде болсын, нағыз сиқыр сенде емес, ол адамдардың жүрегінде». Балқаймақ басын изеді. Сол күннен бастап тәтті әлем дүкеніне келген балалар ерекше бір құлпынай балмұздағын іздейтін болды. Оны жеген балалар, «Бүгін анама көмектесейін, атама су әкеліп берейін, досымнан кешірім сұрайын, құстарға жем шашайын, көшені таза ұстайық, қарт кісіге жол берейік» деп өздері-ақ жақсылық жасауға асығатын. Ал түн болғанда мұздатқыштың ішінде бұрынғыдай әңгіме басталатын. «Балқаймақ, бүгін қанша балаға қуаныш сыйладың?» деп сұрайтын Шоко. Балқаймақ күлімсіреп, «Мен емес, олардың өз жүректері жақсылықты таңдады». Сиқырлы мыс перісі алыстан қарап тұрып, «Бір кішкентай балмұздақтың арманы бүтін бір қаланың жүрегін жылытты» деді. Содан бері адамдар арасында мынандай сөз тараған екен: егер жүрегің мейірімге толы болса, ең кішкентай жақсылықтың өзі үлкен ғажайыпқа айналады.